Good day, students. Welcome to our online lesson. Today is our theme about will and be going to. Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біздің онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымызда will және be going to тақырыбында болмақ. Today we will do exercise with user forming be going to and will. And now let's get acquainted with new words. Sensible, саналы, luxury hotel, салтанатты қонақ үй, precious, қымбат, be careful, абай болыңыз, spill, төгу, complain, шағым, space holiday, ғарыш демалысы, camping, кемпинг, private jet, жеке ұшақ, terrible, қорқынышты, swimming pool, жүзу бассейні. Today's our grammar are will and be going to. The future in English can be rather confusing. There are two forms used in most conversations. The future with will and the future with going to. The main difference between two forms is that going to is used for plans and intentions made before the moment of speaking and the will to speak about the future at the moment of speaking. Бүгінгі грамматикада will және be going to'дың жасалу жолын және олардың айырмашылығын айтамын. Негізі екеуі де келер шақта болатын іс-әрекетті көрсеткенмен айтарлықтай айырмашылықтар бар. Сөйлем барысында жылдам шешім қабылдағанда біз әсіресе willді қолданамыз. Мысалы, for example, I will have salad and the fish. Мен салат және балықты аламын. Елестетіңіз, сіз дүкенде тұрсыз, сіз жылдам сауда жасауыңыз керек, сол кезде осылай айтуға болады. Ал going to-ға келетін болсақ, жоспарланған іс-әрекетті көрсетеді. I'm going to visit my aunt next Friday. Мен келесі жұмада әпкеме барайын деп жатырмын. Яғни бұл әңгімеден бұрын жоспарланған іс-әрекет. Сол себепті бұл going to жоспарланған іс-әрекеттерде осылай қолдануға болады. Ал келесі болжам жасауда біз willді қолданамыз, бірақ бұл will болжам жасағанда ішкі интуицияға сену арқылы келеді. Мысалға келтірейік. For example, I think United will win the game. Менің ойымша United бұл ойында жеңіске жетеді. Яғни бұл жерде United'тің жеңіске жететініне нақты дәлел жоқ. Бұл жай ғана ішкі интуицияға сену арқылы, ішкі түйсікке сену арқылы болжам жасап отыр. Going to да бізде болжам жасауда қолданылады. Going to бірақ болжам жасаған кезде ол нақты бір себеп арқылы, бір көру арқылы соған қарай болжам жасайды. Мысал келтіретін болсақ, Look at those black clouds. It's going to rain. Ана қара бұлтқа қарашы, қазір жаңбыр жауайын деп жатырған сияқты. Яғни, бұл жерде бізде бұлттың келе жатқандығы және сол бұлт жаңбыр әкеле жатқандығын меңзеп тұр. Бұл жерде болжам болып тұр, соған сай. Енді соңғы will болашақта нақты болатын іс-әрекетті көрсетеді. The sun will rise tomorrow. Яғни, күн ертең шығады. Күннің нақты ертең шығатыны белгілі, бұл нақты белгілі іс-әрекет, болашақта болатын іс-әрекетті осы will арқылы жеткіземіз. Ал going to-ға келетін болсақ, бұл болуы мүмкін іс-әрекеттерді көрсетеді. For example, get back, the bomb is going to explode. Артқа қайт, бомба жарылуы мүмкін. Яғни, бұл жерде болуы мүмкін іс-әрекетті бізге көрсетіп тұр. Willдің жасалу жолы affirmative болымды, negative болымсыз, interrogative сұраулы сөйлемдері қалай жасалады. Affirmative бізде есімдіктен кейін will келеді, одан кейін негативте бізде willге not жалғану арқылы жасалады. I will not come. Ал сұраулы сөйлемде есімдіктің алдына will шығып кетеді, екеуі орналасу арқылы сұраулы сөйлем пайда болады. Will I come in? Ал келесі going to-ның жасалу жолы. Going to бізде to be етістік арқылы қолданылады, көмекші етістіктері, яғни есімдіктен кейін to be келеді, be келеді. Оны бәріміз білеміз. I-да am, you-да are, he is, it-ке is, we use-ге қолданылады. Going to болымды сөйлемде есімдік, көмекші етістік және осы going to. Одан кейін болымсыз түрінде жай ғана not жалғану арқылы
көмек жетістікке not жалғану арқылы бізде going to құралады. I'm not going to eat. Ал сұраулы сөйлемінде көмекші етістік есімдікпен орын ауысу арқылы бізде сұраулы сөйлем құралады. Ал мынау short answers бұл қысқа ғана жауаптары. Going to мен сұрақ қойылған кезде бізде жауаптар осылай болымды және болымсыз түрде осылай келеді. Your next task is exercise 1 on page 95. Complete the sentence, then complete the rules with the correct form will and be going to. Сөйлемді толықтырыңдар, содан кейін will және going to формаларын ережеге сай қойыңыз. And now exercise 2, complete the sentence with affirmative and negative forms of will and be going to. Which sentence are plans and which are predictions? Сөйлемдерді will және going to қолдану арқылы болымды және болымсыз формаларын аяқтаңыз. Қай сөйлем жоспар, қайсысы болжам екенін көрсетіңіз. Your next task is exercise 3. Complete the questions with will or be going to. Will және going to арқылы сұраулы сөйлем құраймыз. And the last lexical task. Think about an ideal place to live and make up sentences using will and to be going to. Өзің тұрғың келетін мінсіз жерді ойла және will be going to қолдану арқылы сөйлем құра. Dear students, you should express your attitude to the lesson and give self-assessment using the method 6 thinking hats. Құрметті оқушылар, сабаққа деген өз көзқарасыңызды білдіре отырып, 6 ойлы қалпақ арқылы өз-өзіңізді бағалаңыз. And your home task is exercise 1, 2, 3 on page 63 in your workbook. Сіздердің үй тапсырмаларыңыз жұмыс дәптерлеріңіздегі 63-ші беттегі 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырмалар.